Ассалаумағалейкум қазақ елі, телеарнамызға қош келдіңіздер. Және жүргізушісі мен Мадияр Перденов. Достар, бүгін бізде көптен күткен семеркамыздың кезекті бөлімі. Неге семерка көптен шықпай кетті дейтін болсаңыздар, онда қазір видеосын тоқтай түсіндіретін боламыз. Алдымен сіздер экранға жақсылап жайғасаңыздар, ал біз видеомызды бастап алайық. Алтай достар, негізі семерканы соңғы рет ютубтан қарасақ, біз электронды стикоподиумды жасаппыз. Сол кезде көп адамдар өтінді бір видеоға бірақ нәрсе істемей, кішкене көбірек нәрсе істеп, видеоны ұзақтау қылып шығаршы дегеннен кейін осы семерканың дәл өзі бөлімін ұзақтау қылып түсіруге тырыстым. Яғни айтқанда жаңағы бір ғана нәрсе емес, бірнеше рет істеген нәрселердің барлығын жинап бір видеоға сіздерге шығарайын десем, оказывается, олай істейтін болсақ, уақыт өте қатты ұзарып кетеді. Өйткені сен бір зат істейсің, келесі затты ертең істеуің мүмкін, одан кейінгі затты сен 2-3 күннен кейін істеуің мүмкін. Сөйтіп уақыт деген бізде қатты созылып кетті. Сол себептен достар, мінекей бүгін біз өзіміздің семеркамызға бірнеше затты өзгертті. Қазір оны видеосында өздеріңіз көріп жатарсыздар. Мен қазір сәлемдесуін дәл күнге осы күзде бастап отырсам, негізі бұл видеоның түсірілу процесі бізде жаз айында басталған. Задним осыны ауыстырдық, фасын ауыстырдық, тағы майда жерлеріміз бар. Қысқасын айтқанда соңына қарап қысқа дайындалған жерлеріміз бар. Соның барлығын қазір видеосында толықтай көретін боласыздар. Ол да болса сіздерге приятный просмотр, жақсы қаралым тілеймін. Олай болса экранға жақсылап жайғасаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Кәмелеттік жасқа толған адамдарға бір керемет ұсынысым бар. Яғни мына жерде қараңыздар, сіздер ойнап ақша табуға болатын мүмкіншілік бар. Мен өзім жақсы көретін Lucky Jet ойынына кіреміз. Кешегі алдыңғы бөлімде айтып кеткендей, бұл жерде өзіміздің стратегиямыз бойынша біріншіге 4000 теңгеге рисковать етеміз, 10 000 теңгемізді страховка ретінде қазір қоятын боламыз. 4000 теңгемізді, міне 1.8 ұшып кетті. 4000 теңгемізді әрдайым достар біз 2 коэффициенттен қайтарып отырсақ соңына жетеді. Опа. Так, екеуін де іске қосамыз. 10 000 теңгеміз біз достар әрдайым 1.5 коэффициенттен шығарып отырамыз. Ал 4000 теңгемізді рисковать етіп, қазір кішкене 2-ге апарып көрейік. Алдымен қазір 10 000 теңгемізді шығарып алу үшін біз 1.5-те қайтарып үлгеруіміз керек. Міне 1.45-те шығарып, мына 2-де, міне смело осылай. Осындай тактиканы қолдансаңыздар, мүмкін сіздер 30-қа кеңейлуіңіз мүмкін. Тағы да қайталап айтамын достар, бұл кәмелеттік жасқа толған адамдарға арналады. Толығырақ бекітілген комментарий сілтемеге кіріп, менің арқамнан менің промокодын теріп тіркелетін болсаңыздар, сіздерге алғаш депозиттеріңізді 500%-ық жеңілдіңіздер. Олай болса сіздерге сәттілік тілейміз, ал біз видеомызды бастаймыз. 2012 жылғы көлік, тем более Жигули, білесіздер, ұзақ нәрселер, запчастьтардың көбісі ұзаққа жете бермейді. Сол себепті соның бірі бізде бүгін артқы жетегі, яғни задний мост енді гуыл деп кетіп қалды. Соны енді қазір ауыстыруымыз керек. Оны біз жаңа запчастьтарды бүйтіп жинақтап өлшектеп істейтін болсақ, бағасы жағынан 200-250 мың шамасына шығады. Ол еще бір-біріне родной сияқты тұрмайды ғой. Ертең қайтадан гуылдеп кету әбден мүмкін. Сол себептен біз российский учет машиналардың учеттен шығарып тастағандарын жаңағы машинада сойып запчастьны сатады екен. Сондайдың жаңағы полный комплект сборы задний мостына алдырдық. Мінекей бүгін тестовға алып келдік. Қазір мінекей семерка орнатқалы жатырмыз. Егер де сіздерде семерка болатын болса, задний мостырыңыз гуылдеп кететін болса, онда оны запчастьпен жинаудың қажеті жоқ. Онда осындай бушный болса да комплект сборы жинағандарыңыз жөн болады. Олай болса, алдымен осы қондырып орнатып алайық, қалғанын көре жатармыз. Туралабайда, тұмар туралабайда. Тоқта, дамы, тоқта. 200-тканың 2,5 миллион тұрды моторына тиіп кетпек. Мына 200-тканың мына моторы, мына машинаға батырады. Туралап артқа шығар тамыр. Айтпақшы достар, мінекей алдырған біздің бушный задний мостымыз. Мінекей дәл осындай түрде келді. Бұл да бір российский учет Жигулидің арқасынан сойылып алынған ғой. Енді бізде оңтүстікте сол айтады, сойып сатады, кесіп сатады деп. Негізі ешқандай жер кесілген емес. Сборы родной, ішінде запчастьтардың бәрі родной. Сол себептен осымен алдырдық бушныйды. Қазір мұнда қондыратын боламыз. Задний мост, яғни артқы жетегі осына қазір ауыстыратын боламыз. Мына жерде қарасақ негізі май жіберген ба, ішіне май бітіп қалған екен, сосын гуылдеп кеткен ба. Артқы жетекті көлікті де алғаш рет айдап жүруіміз. Бұрын соңды айдағанбыз ғой, бірақ өзіміз еленіп, қарап, осы семерканы алғалы енді көріп жатырмық қой. Сөйтсек, оказывается, бұның артқыда майын, жаңа артқы жетектегі майында уақытылы мотор май сияқты ауысып тұру қажет екен. Ал мен оны білмегенмін. Сөйтіп уақыт өте келе гуылдеді, гуылдеп былай тұрсын тақылдап кетті ақыр соңында. Енді соның қазір басқасына ауыстырып көретін боламыз. Заодно біз енді мына мост шешу үшін стойка барлығы шешіледі ғой. Сол себептен артқы ходовканы да біратала жинай салсақ па деп отыр. Бүгін енді арқасынан стойкасын және де мынау резиналар салим блоктары. Айтпақшы, бұл Жигулиде салим блок бір қателеспесем 16 ма штук салим блок болады екен. Біздің приорада бір 5-6 табақ қой. Мына жақта
Қырғыдай. Түріне қарайтын болсақ, енді көрініп тұр, тот басып кеткен, түрі қашып кеткен. Бірақ бізде бұл жерде қазір енді түрі не важно болып тұр, бізге ең бастысы машина гуілдемей, тарылдамай, нормально жүрсе, қалған бүйтіп нажап, бүйтіп қажап, красивый бора салуға болады, мысалға деймін. Еще бұл стойканың бір минус жері, салған адам мына жерінде ортасында кольцосын салмаған, темір кольцосы бар. Мына жағында бар, мына жағында жоқ. Арқасында энергияны этапсыларын тура салдық. Бұларғандай ұзын біреу ғана болады екен. Бізде природа екеуі болды, отдельно жүретін. Бұларда ұзын біреу болады екен, сосын арқасында 10 салим блок алдық. Сосын тағы алдық. Тормозной жидкость алдық, тормозной штанга алдық. В общем, артқы ходовканы жинап отырып, былайша айтқанда, артқы ходовка қазір жүріп көреміз. Енді осыны адам болып гуілдемей жүріп кетсе екен деген ниет болды, ең бастысы қазір көреміз. Оказывается, Жигулидің салимблоктары осылай шешіледі екен. Қыздырып, күйдіріп, апсайды екен да ескісін. Новойын маймен тағып жатыр ма? Бұрын соң Жигули айдамаған екен білмейді екенбіз. Новой майлаттық жері ма? Қоясың да. Ассалаумалейкум болды ма? Доп болды. Мынау жаңа күйдіріп алынғандар, новой алып жатыр. Күтіп отқан нәрселеріңіздің бірі, біз қазір Audi стилдегі фарын салып көретін боламыз. Бұндай фар сіздер ешқандай жерде кездесіп көрмеген шығарсыздар. Біреулеріңіз көріп қалған боласыздар российский Жигулилерден, семеркілерден. Ал қазақстанда бұндай фары ешкімде жоқ деп айтатын болсам да қателеспеймін деп ойлаймын. Сол себепті мінекей қазір тура осы семеркіге арналған. Дәл соның, короче, 14-те кім көрген, 14-те Audi стилі болады ғой. Пианино сияқты. Дәл соның, короче, семеркіге арналған ветралар шығыпты. Жақында Ресейде болды, соны біз алып келіп жатыр. Өзіміз дүкенге қойып қойдық. Сіздер ондай фарларды біздің дүкеннен таба аласыздар. Сілтемесін тағы да қайталап кетейін, описание қалдырып кетеміз. Олай болса біз қазір көп сөйлей бермей, барымызды шешейік. Негізі түсінен біреулер сток қой, Жигули семерка, ол это классика, оған сток жарасты, классика дұрыс дейді. Бізде енді машина проектте бұл тюнинг талапқан екен, енді біз түсінен, мен енді бұл классика болған екен, фантастикаға бампер салатқан жоқпын да, фантастика анау просто обычный копейкаларды мысалы тюнингтейтін болса, диодты лампалар салады, алдында фонары бар. Диодты фарлар салады, сол сияқты ғой, бұлда арқасына басқа стилдегі фарны салып көреміз. Мен точно айтпаймын, салып көрейік. Егер де өзі точно жарасатын болса, онда дальше қалдыратын боламыз. Олай болса, сіздер ешқандай қиындамаңыздар, біз жұмысқа кірісейік. Алты достар, мінекей защитаны қоюға біз басқа естуға келдік. Бүгін мінекей әзір. Мынау негізі білесіздер, 99 девяткілердің негізі защиталар ғой. Сол себепті мінекей біз девяткіні переделка жасайтын боламыз. Қазір бірінші размерін өлшеп көріп жатыр. Мына жақтан, короче, біз мына қараңыздар, жабыстырып қойып көріп жатыр. Мына қараңыздар, мына осылай тиіп тұр. Достардан астын істеп жатыр, астын бүйтіп қарасақ, ой, братан оңдырмапты ғой. Ана жерінде төртіктен бәрі. В общем, Жигулидің кузовы идеал деп айта алмаймын. Сосын бүкіл семерканың ауруы бізде есіктің мына жері. Өйткені есік ашылған кезде желі қатты итеріп жібереді. Сонымен есік барады да крылоға соғысып, сол жердің көп семеркілердің, Жигулилердің сол жерін майысып қалады. Сондай достар, бізде уже астанада қыс келіп қалған. Мына жерде қазір біз семерка мен алғалы осы қойдың антифриздің орнына сумен жүрген. Судың бәрін ағызып тастап, қазір біз антифриз қоятын боламыз. В общем, қысқа дайындалып отырып қой. Енді бұған да енді қыстықтың көйлек алу керек шөпе. Әлі біз летнеймен жүрміз. Мен көрсетіп тұрмын кузовы, істейтін жері бар. Бірақ енді мына защитаны қойсақ өліп кететін сияқты, қараңыздаршы. Мына дәріспе тұратын сияқты. Достар, защитаны қойып, қазір неке уже қатырып жатыр өздерінің орындарын. Сосын жаңа айтып кеткендей, суының бәрі ішінде ағызып, үлкен антифриз алдық.
Қазір айтса бұл семеркілерге 8,5 литр кетеді екен ғой. 10 литрдің алып атылған тұра береді. Осы суын алып сұрақтар қантегі сой басақ қазір. Алтай капочкадан істейтін бәрін істеп алдық. Арқадағы вид бізде мынандай. Бұның жаңа версиясын көргілеріңізге келіп тұр, түсінемін. Оның бәрін видеоның соңында көрсетемін. Енді келесі біздің миссия. Мына парноймен кеткенде бір адамдар күліпті. Ей, білдей блогерсің, парноймен деген сантиметрмен жүр дегенше. Уақыт келген кезде ауыстырамын деп жүргенім ғой, соны осы видеодан пайдаланып ауыстырып жүре салайын. Алдындағыдай, мынандай без жазусыз. Бұларға не широкий парноймен қойғым келеді, тұрмай қала ма деп ойлаймын. Ал олай болса, эстадағы жұмыс аяқталды деп ойлаймын. Қалғандарын бәрін өзіміз істей береміз. Парноймен ауыстыруымыз керек, двориктің суын қысқа ауыстыруымыз керек, жаңағы незамерзайка дейді ғой, қатпайтын су құюымыз керек. И сонымен соңында в общем четкий қылып мойкаға бір жуамыз. Результатын барлығын соңында көресіздер ғой. Ол осы экран алыстамаңыздар, ал біз жалғастырамыз. Алғым, танисың ба? Чина? Танисың ба? Сөйлесіп тайсашы? Қалайсың досым? Сәді жақсы ма? Американский менттер сияқты жеп жүрген нәрсесін қарасайықшы. Американский менттер сияқты жеп жүрген нәрсесін қарасаңыздар. Так, достар, семеркада бір таңға риза болған жерім, мынаны қараңыздаршы. Багында жаңағы бачогының мынандай өзі сүзгі жүреді екен. Сіздің жаңағы құйған суыңыздың қоқымдарын мынамен сүзіп алуға болады. Бұндай природа жоқ қой, айналайын. Тамыр, сенде бар ма ондай? Көрсетші кән. Ал қалғанына кішкене природаға қоя салайық. Алды құрметті достар, мінекей видеода өз мәресіне жетті. Неше айдан бір ай тұрып үйтіп сіздер үшін тырысып түсіріп көрдік. Енді келесі бөлім бұлай қатты сол жүрмеймін деп ойлаймын. Өйткені келесі бөлім бізде салон жайлы болмақ. Салон ерке келтіреміз. Өйткені бізде қыс келді дегенде барлық комфортты өзімізге жасайтын боламыз. Осымен бүгінгі видео өз мәресіне жетті. Ұнаса әрине лайктарыңызды аямай басыңыздар. Біз қазір мойкаға барып полный жуып результатын сіздерге әдемі көрсететін боламыз. Олай болса видеоны ұнағаныңызды лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментария керемет пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал олай болса біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.